Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. 27-ші тақырып сізге ұсынылады. Осы тақырыптың атауы саяси сана мен саяси идеология. Осында бізде қарастыратын үш сұрағымыз бар. Бірінші сұрақ ол саяси сананың түсінігі мен қалыптасу ерекшеліктері. Екінші сұрақ саяси идеологияның ұғымы, құрылымы және атқаратын қызметтері. Және үшінші сұрақ саяси идеологияның түрлері. Саяси сананың түсінігі мен қалыптасу ерекшеліктеріне келетін болсақ, бірінші сұрақ осында ең бірінші саяси санаға анықтама беру керек, иә? Сонымен саяси сана саяси өмірдің адамдарға тән субъективті жағын сипаттайтын жалпы категория болып табылады. Саяси сана деп адам өмірдегі саяси қатынастарды бейнелейтін, оларды түсініп сезінетін адамдардың бұл саладағы іс-әрекеттеріне бағыт беретін әлеуметтік сезімдер, түсініктер, көзқарастар жиынтығын айтады. Саяси сана қарапайым саяси сана және теориялық саяси сана, саяси психология және саяси идеология деген деңгейлерден тұрады. Енді саяси сана ол мынандай болады: интеллектуалды, аксиологиялық немесе бағалау және рефлексивті. Басқа сөзбен айтатын болсақ, өзіндік сана. Саяси сананың қалыптасуы. Осында қайнар көздерінен келетін болсақ, ол былай: отбасы, өйткені бірінші адам бала пайда болады ғой, туылады ғой, оны ең бірінші тәрбиелейтін кім? Әке шеше. Тәрбиемен берілген идеялар мен сезімдер жиынтығы. Әке шеше, немесе ағасы, апасы, сондай сияқты. Сосын ағарай, оның қараңыз, саяси сана қалай қалыптасады? Ақпарат арқылы. Өйткені ол мысалы, тікелей қарым-қатынас барысында және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы келетін ақпараттар. Теледидар, адам элементарно фильм көреді, бала фильм көреді, мультфильм көреді деген сияқты, мысалы, сосын қарай баспа сөз, мысалы, кітап немесе газет, журнал оқиды, радио тыңдайды, мысалы, интернет. Қазір көбінесе, мысалы, интернет, қараңыздар, әсер етеді. Сосын жарайды, ол бір бөлек. Енді жеке тәжірибе, ол да керек, ол уже адамның өмірінде өмір бойы болады. Өйткені адам өзін тәрбиелейді, қараңыз, өзін реттейді өмір бойы. Сосын субъективті бейнелер, қараңыздар, осында рационалды. Рационалды ол идеялар, тұжырымдамалар, нормалар, пікірлер, саяси сананың. Сезімді бейнелер, түйсіктер, көңіл күй тілектер. Ал иррационалды ол жауға қараңыз, субъективті білімдер. Айтамыз ғой, стереотип, субъективті, тек қана сол адамның. Утопиялық, утопия деген қиял, ертек сияқты. Фантастикалық бейнелер, қараңыздар, болмайтын, айтамыз ғой, қиял. Сосын саяси сана, ол екіге бөлінеді: саяси идеология мен саяси психологияға. Саяси идеология қараңыз, идеологиялық көзқарастар мен ережелердің жүйеленген жиынтығы болып табылады. Ал саяси психология ол эмоционалдық сезімдер мен көріністердің жиынтығы. Енді екінші сұрақ: саяси идеологияның ұғымы, құрылымы және атқаратын қызметтері. Енді осында былай: идеологияның ұғымы. Идеология деген ұғым, ол гректің идея, көзқарас және логос, ілім, ой деген сөздерінен шыққан. Идеология ұғымын ғылыми айналымға әдебиетке енгізген француз ғалымы, философы Дестю де Трасси. Оның идеологияның элементтері деген 5 томдық еңбегінде идеологияны, идеялар, олардың қалай пайда болатындығы және әрекет ететіндігі жөнінде ғылым деп түсіндірді. Карл Маркс, ол да сондай идеологияның дамуына үлес қосқан ғалым. Ол былай деп айтқан: идеология бұл таптың үстемдігін ақтайтын жалған иллюзиялы сана деп түсіндірді. Сосын Карл Мангейм, неміс саясаттанушысы, былай деп айтқан: идеология таптың қажеттіліктерін, үміттерін және сенімдерін білдіреді, оны біріктіреді және өз мүдделерін қорғауға жұмылдырады. Никколо Макиавелли былай деп айтқан: идеология қандай да бір саяси күштердің рухани үстемдігінің құралы деп көрсетті. Неомакиавеллистер, Кейн, Гайтано Моска, Вильфредо Парето, Роберт Михельс идеологияны билікті легитимдендіру қажеттігінен туындады деп санады. Сонымен жалпы алғанда
Енді да біз бірнеше ойшылдардың пікірлерін айттық идеология туралы. Енді бізге жалпы анықтама керек, Енді қараңыз, жалпы анықтама керек болсақ, ол былай: идеология адамдардың, әлеуметтік топтардың, саясат субъектілерінің және биліктің бағдарларын, мүдделерін, мақсаттарын анықтайтын көзқарастары мен идеяларының жүйесі. Идеологияның құрылымына келетін болсақ, оның құрылымына жататын қараңыз: жеке идеялар мен көзқарастар, әлеуметтік топтардың көзқарастары және жалпы адамзаттың түсініктері. Деңгейлеріне келетін болсақ, олар екіге бөлінеді: теориялық пен эмпирикалыққа. Теориялық деңгейіне келетін көзқарастар, ұрандар, идеалдар, принциптер, теориялар. Ал эмпирикалыққа немесе эмпирикалық истождебелік синонимі. Истождебелікке сезімдер, көңіл күй, дәстүрлер, пікірлер, эмоциялар. Идеологияның атқаратын қызметтері осында былай: қоғамдық өмір бейнелеу және әлеуметтік мүдделерді білдіру, жеке тұлғаның әлеуметтік топтардың қоғамның мінез-құлқын реттеу, қоғамдық және мемлекеттік құрылыстың үлгілерін модельдеу, ортақ құндылықтар, мүдделер негізінде топтарды біріктіру, ұжымдық және топтық мүдделерді білдіру және қорғау, бұқараға бағдар береді, белгілі мақсаттарды орындауға жұмылдырады. Үшінші сұрақ: саяси идеологияның түрлері. Бірнеше түрлері бар. Осында ең маңызды түрлерін біз қарастырамыз қазір. Оның ішінде либерализм. Либерализм ол латыншадан аударғанда либералис, еркін деген сөзді білдіреді. Осы либерализмнің негізін салушылар Джон Лок, Шарль Монтескье, Адам Смит, Иммануил Кант, Томас Джефферсон, Алекс де Токвиль, Джон Милл. Көбінесе ол американ, француз, британ ойшылдары. Оның негізгі идеялары мынандай: саяси салада мемлекеттің қызметін заңмен шектеу, билік бөліну принципі. Мысалы, билік бөліну принципі үш түрге бөлінеді. Заң шығарушы, атқарушы, сот билігі. Экономикалық салада еркін нарық, еркін бәсекелестік, мемлекеттің нарықтық қатынастарға араласпауы. Әлеуметтік салада адамның өмір сүруге, еркіндікке құқығы, заң алдында барлығы бірдей, азаматтардың мемлекеттің ісіне араласуы. Құру жолдары, реформалар. Осы ең эффект жағынан ең мықты идеология. Қазір сол идеологияның ең көп тарағаны жүзінде ол Америка, ақш. Енді консерватизм. Консерватизм деген ол консерватизм латыншадан аударғанда консерва, қорғаймын деген сөзді білдіреді. Оның негізін салушылар Эдмунд Берг, Жозеф де Местер, Клеменс Меттерних. Оның негізгі идеялары мынандай: саяси салада билік элитаның қолында болатын күшті мемлекет, экономикалық салада мемлекет экономиканы реттей алады, бірақ жеке меншікке қол сұқпайды. Әлеуметтік салада қоғамдық құндылықтардың жеке адам құндылықтарынан басым болуы, дәстүрлердің маңыздылығы, әлеуметтік тұрақтылық. Құру жолдары қоғам эволюциясы, революцияны және радикалды реформаларды қабылдамау. Осында мысалы негізгі акцент, негізгі ерекшелігі ескі салт дәстүрлерді сақтау. Айтамын қазір, монархия әлі де бар ғой. Ол сондай сияқты консерватизм, консерва, қорғаушы. Социал-демократиялық идеология. Социал-демократиялық идеология негізін салушылар Эдуард Бернштейн, Карл Каутский. Сол идеология негізгі идеялары мынандай: саяси салада реформалар, демократиялық социализмге жетудің құралы, бостандық, әділдік, ынтымақтастық. Экономикалық салада меншіктің плюрализмі, серіктестік. Әлеуметтік салада қоғам мүшелерін кен әлеуметтік құқықтармен қамтамасыз ету, құру жолдары, әлеуметтік және экономикалық реформалар. Коммунизм. Коммунизм біз бәріміз білеміз. Коммунизм деген ол латыншадан коммунист, ортақ дегенді білдіреді. Негізін салушылар Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин. Негізгі идеялары: саяси салада пролетариаттың диктатурасын орнату, жұмысшы тап пролетариат. Экономикалық салада қоғамдық меншік, мемлекеттік экономиканың толықтай бақылауы. Әлеуметтік салада таптардың жойылуы, тең құқықтар. Құру жолдары, революция. Біз бәріміз білеміз, коммунизм КСРО-да болды, шығыс
Еуропа мемлекеттерінде болды, Қытайда әлі де бар негізі, иә. Сосын фашизм ол итальян тіліне аударғанда фашизмо одақ шоғыр дегенді білдіреді. Негізін салушылар Бенито Муссолини және Адольф Гитлер. Негізгі идеялар саяси салада қоғамның көсемге сөзсіз бағынуы, қоғамның барлық саласын мемлекеттің бақылауы. Экономикалық салада экономиканы орталықтандыру, мемлекеттік монополиялық реттеу. Әлеуметтік салада таңдаулы тектің үстемдігі, жеке адам мүдделерінің ұлт пен мемлекет мүдделерінен төмен тұруы. Құру жолдары идеялық қарсыластарға және төменгі тек өкілдеріне қарсы бұқаралық террор дейді. Я фашизм деген, я фашизм білеміз, да, ол Италияда болды, Германияда болды фашизм, да, сосын кейін анау Португалия мен Испанияда болды фашизм. Бірақ осы фашизм мен коммунизм идеологиялары олар қандай тоталитар идеологияларға жатқызуға болады оларды. Сондай. Вот негізгі. Сосын Қазақстан Республикасында 5-ші бап, Конституциясы 5-ші бабында идеологиялық және саяси әр алуандылық танылады. Я қараңыздар, сондай сияқты. Сонымен осы тақырып бізде бітті. Осы тақырыпта біз саяси идеологияны қарастырдық. Саяси сана мен саяси идеологияны қарастырдық.